Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен құлақ ауырғанда үй жағдайында не істеуге болады, сол жайында айтатын боламын. Каналыма жазылып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Кейде құлақтың ішіне су кіріп, немесе суықтап қалып, құлақтың іші қатты ауырады. Осы кезде құлақ ауырғанын қалай басуға болады үй жағдайында? Ең алдымен ауруға баға береміз. Себебі қай жері қалай, неден ауырып тұрғанын анықтап алу маңызды. Құлақ 3 түрлі бөліктен тұрады: ішкі, ортаңғы және сыртқы. Сыртқы бөлігі ауырып тұрса, оны табу сізге оңайға соғады. Яғни бірдеңе шаққан болса, не шыққан болса, ол көзге көрінеді. Аллергия болса, сырты қызара бөртіп тұрады. Ортаңғы бөлік бұл есту барабаны мен кеңсірік арасындағы жалғамалы тамырлар. Ортаңғы бөлік сыр берген кезде температура көтеріліп, құлақ асты бездері ісіп, жартылай естімей қаласыз. Кейде құлақтан құлық та ағады. Ал ішкі бөлік ауырған кезде есту бөлігі толығымен жабылып қалады. Ішкі құлақ ауруының асқынуы өте қауіпті. Мұндай жағдайда жүрек айну, бас айналу орын алады. Үйде емді қалай жасау керек? Егер құлақтың сыртқы бөлігі ауырып тұрса, оған жағатын қыспа майлар мен бальзамдар бар. Одан қала бері дәрі-дәрмектер мен түрлі медициналық көмек бар. Ал ортаңғы бөлік ауырған жағдайда басқа тәсілге көшу керек. Егер құлақтың есту мүшесіне суық тиген болса, жартылай естімей қызуыңыз көтеріліп тұрса, бірінші бөлек қара тұзды немесе ас тұзды отқа қыздырып, орамалға 2 қабаттап орап, құлаққа 10-15 минут басыңыз. Екінші, құлақ көбіне түнде ауырады. Сондықтан дәкені сіріңкенің бойында етіп қиып, левомицин спиртіне 0,25% малып аламыз. Спирт сіңген дәкені құлақтың сыртқы жағына қоямыз. Осы емді күніне 2-3 рет қайталаймыз. Бірақ құлаққа құюға болмайды, күйдіріп жіберуі мүмкін. Үшінші, көбіне арақ компрессы қолданылады. Ең бастысы, бала үшін бұл концентрация 1:2 болуы керек. Дәкенің кішкене бөлігін араққа малып, құлақ аймағының төменгі артқы жағына орналастырамыз. Жылыту әсерін алу үшін полиэтилен пакетін жауып, жылы шарфпен ораймыз. Төртінші, эвкалипт тұнбалары. Эвкалипт тұнбалары арақ немесе спирттің орнына қолданған жақсы. Оны алдын ала қыздырамыз, кейін қыздырылған ерітінді мақта тампондарына тамызып, құлақ қалқанына ішіне қоямыз. Және құлағымыз жылы болу үшін шарф немесе орамал байлап алуыңыз керек. Бесінші, камфор майы. Аурудан тез арылуға қабілетті бірқатар ерекше қасиеттерге ие. Оны сыртқы компресс үшінде, ішкі компресс үшінде қолданыңыз. Қолданар алдында камфор майын міндетті түрде жылытып алыңыз. Алтыншы, қырыққабат жапырағын аздап ұрғылап, оның бетіне балды жұқалап жағамыз. Және парақты құлақтың артқы жағына орналастырып, орамалмен бекітеміз. Үйде құлақты емдеуге арналған бұл халықтың құрал түнде жақсы қолданылады. Ал құлақтың ең ішкі бөлігі ауырған жағдайда үйде ешқандай ем жасамауға кеңес беремін. Тек ауырған жерді басу үшін анестезиялық дәрілер ішуге болады. Кетанал, аспирин, парацетамол, ибуфен. Қалған негізгі жұмысты дәрігерге қалдырыңыз. Себебі бұл өте қауіпті. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.